Ассалаумағалейкум қазақ елі. Қазақ елі, мынау қазір бір видео көресіңдер өшерде. Мынау Қостанайда, Алматыда, Қарағандыда қазақ балаларын Ресей компаниялары жұмысқа алып жатыр. Қандай жұмысқа? Украин Мариупольында стройкада жұмыс істейсіңдер деп. Сол жерге келген қазақтарды паспорттарын алып қойып соғысқа жіберіп жатыр. Сондықтан бармандар, орыстың мақсаты бізді қазақтарды сол соғысқа араластыру. Бармандар, түсінем, оған КМБ-да, полиция, генеральный прокуратурада әдейі рұқсат беріп жатыр. Ресей компаниялары қазақтарды жұмысқа әкетіп, зарплаты $2000 деп, бәрін қазақтарды әкетіп соғысқа айдап жатыр. Сақ болыңыздар. Ты тут есть, блядь. О, как? Нахуй ты сюда пришел. Бурятик, нахуй. Сюда, не сюда иди. Сюда, Сюда, блядь. нахуй. Дядя, блядь. Сюда, блядь, бегом, нахуй. Бегом, сука, поположу на месте, нахуй, всых, ебать. Рука, сука, на Ласкидарев не дрогна, нахуй. Документы. Вот жалко, пидорасы, нахуй. Документы есть? Ёбане. Нет. У тебя? Пиздишь? Документы, блядь. Дядя, а ты бурятик? Казах. А, казах? Казах, нахуй. Слышь, а что ты тут забыл, нахуй? Дядя, а что ты тут делаешь? Такая... Черт ебаный, что ты тут забыл, нахуй? Забрали с работы. Что? С работы забрали. С работы забрали? Откуда? С Казахстана? Какой работы? Казахстана, да? С Казахстана ты сюда приехал, придурок, блядь. Казахстан. Да, всё, хорошо. Еще вы ты, сука, пидорасил, нахуй. Да. Сука, ёбаный. Тащить их никто не буде, нахуй.